Сұлтан Барақты білесіздер ғой сіздер. Сұлтан Барақ. Әбілқайырдың басын алған Сұлтан Барақ. Сонда жаңағы кім Әбілқайырдың екі баласы Нұралы менен Ералы кек алам дегенде Бопай әйелі тоқтат, сендер кімсіңдер? Сұлтанның басын алатын деп біраз уақыт өткізіп адайдың бір жігітін шақырып алады да, ана Барақты өлтірмеңдер, бірақ өлімнен де арғылыңдар дейді. Өлімнен де арғы. Сонда өлімнен ары не болады? Сонда ана үш жігіт кіріп келгенде Барақ Сұлтан жатыр екен дейді, шынтақтап. Кіріп келеді, бас салып азандығын кеседі. Азандық деген не? Құлақ. Азан тыңлайтын. Сақал мұртын күзеп тастайды. Соны жалынады ғой, сендер қойыңдар мына сақалыма тиіспеңдер, айналайын деп. Сақал мұртын алып тастайды, күзеп тастайды. Сонда кімсіңдер дейді. Танысаң Құдай, танымасаң адаймыз біз деген содан қалған. Содан бұлар кетіп қалғаннан кейін Барақ уышы өледі. Сақал мұрт жоқ, масқара, ең төмен. Ал енді қазір өзін өзі төмендетіп отыр ғой еркек адамдар. Сен сақалмен жүрсең немене? Қайта мына сақалды адамдар еркектің күш қуатын арттырады. Маған сенбесеңіздер бар, дәлелді врачтардан сұра. Рас. Еркектің күш қуатын арттырады.